Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі қып-қызыл болып пісетін тауығымыздың қанаттарын духовкада пісіріп аламыз. Бізге тауығымыздың қанаттары қажет. Қанаттарымызды жақсылап жуып алып, керек емес жерлерін тазалап аламыз. Осылай қанатымыздың бас жақтарын барлығын алып, тазалап аламыз. Ол жер жеуге келмейді, сол үшін алып тастадым. Осылай тазалап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларымды көре аласыздар. Осылай тауығымыздың қанаттарын барлығын тазалап алдым. Енді маринадтауға соусын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызды алып, 2 чай қасығымызды толтырып, кетчупымызды қосамыз. Үстінен 2 чай қасық майонезімізді қосамыз. Тұзымызды қосамыз. Және мен бұл жерде 1 чай қасық паприка қосқам, ол жерім түспей қалыпты. Жақсылап араластырып аламыз. Басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бірақ қоспадым. Осының өзінен дәмі өте әдемі болып шығады тауығымыздың қанаттарының. Осы маринадтан. Осылай маринадымызды жақсылап араластырып, тауығымыздың қанаттарына жақсылап жағып шығамыз. Алдына, артына, барлық шетіне. Негізі тауығымыздың қанаттарын бірден пісіре берсеңіздер болады. Мен бірақ 2 сағатқа маринадқа қойып қойдым. Осылай барлығын жағып аламыз. Көп те жақпаңыздар, аз да жақпаңыздар, орташа жағып. Осылай барлығын жағып алдым. Енді холодильникке бетін жауып 2 сағатқа қойып қойдым. 2 сағаттан кейін алып, листімізді алып, үстіне пергамент қағазымызды төсеп, осылай барлығын орналастырып шығамыз. Пештерімізді қыздыруға қойыңыздар. Қызып тұрған пеште пісіріп алыңыздар. Сонда тауығымыздың қанаттары қып-қызыл әдемі болып шығады. Осылай барлығын листімізге орналастырдым. Енді пешімізге салып, 190 градуста менікі 35 минутта пісіп шықты. Өте әдемі, қып-қызыл болып. Осымен кереметтей тауығымыздың қанаттары дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі барлық жанға ұнайды. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.